Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін ең оңай 20 минутта дайын болатын печенье дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бізге сары май, жұмыртқа, қант, ұн және қопсытқыш қажет. Сары май мен қантты шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Сары май өте жұмсақ, бөлме температурасында болу қажет. Майдың майлылығы маңызды емес. Үстіне жұмыртқа саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Қопсытқышты ұнның үстіне салып, дайын болған массаның үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды жайып, кез келген пішінде кессеңіздер болады. Арнайы формада кессеңіздер де болады. Мен жай ғана домалақ етіп кестім. Қамырдың қалыңдығы шамамен 2-3 мм болу керек. Табамызға міндетті түрде пергамент қағазын төсеп, печеньеларымызды қойып шығамыз. градус қысып тұрған пешке 15-20 минут пісіріп аламыз. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.